Қысқасын айтқанда, мердің үйінде тұрады. Ол күнде менде айтарлықтар кәдімгідей күн болды. Бүйтіп барсам, мен бай екем, ба дедім да. Терезеге қарап қалсам, мер менен бай. Чё дедім, мен сыртымнан қарап көрсем, жап жаман екен. Сөйтіп мен де тонайын дедім. Короче, ондай деп ойлап қалғаным, мен деп мер тонау деген ой келді. Мен қайтып берем, анандай деп ойлап қалғам да, ұрлықшы деп. Қайтып берем, короче, аланша кеттік. Короче, бүйтіп бардым да, кешке қарай істеймін деген ой келді. Сөйтіп үйге барып, жатып алайын дедім да. Ұйықтадым. Кеш батты достар. Сөйтіп мен далаға шықтым. Жаққа жүрдім да, қарап тұр екен, есігін жауып кеттім. Сосын бүйтіп жаймен отырып бардым да. Бүйтіп қарадым. Бүйтіп қарадым да, мер, оказывается, үйінде жоқ екен. Ой, жақсы болды ғой дедім да, жерді қазып бастадым. Жерді қазсам, изумруд көрдім. Конечно, төбемнен жауып, қаздың өзімді. Сөйткеннен яқты сандықтар болды, ба дедім да, төбесін жауып қойды арам мер. Қайтарып берем енді, кейіннен. Короче, бәрін жинап алдым. Жабайы ұқсап. Жинап алдым бәрін. Біреуін қалдырмай жинаған соң. Жинап алдым. Бүттім, қашан бітеді деп. Нан ашып қалсам, мынандай бар екен, сосын бәрін жинап алдым да кетем дедім. Бүттім да. Осыларды істедім. Алдым да. Қалтамнан нан ашып, изумрудты алып, креслоға артынан жауып кеттім. Сөйтіп бардым да төбені қаздым. Сосын астыма блок қойып, қашып кеттім. Бүйтіп қарасам, таң артып жатыр. Ой, құрысын деп үйге жүгірдім да кіріп кеттім. Маскамды шештім. Ал сендермен бірге мен болған Нұржан. Видеоға болған ренжімеңдер. Алыншы.